Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық теңсіздіктерді интервалдар әдісімен шешу. Жалпы біз тригонометриялық теңсіздіктерді интервалдар әдісімен шешуді кәдімгі алгебралық теңсіздіктерді интервалдар әдісімен шешу әдісіне ұқсас жүргіземіз, бірақ та біз бірлік шеңберлердің бойында жұмыс жасаймыз. Яғни біз оны түсінікті болу үшін мынандай нақты мысалмен көрсетіп өтейік. Айталық, мынандай 2 синус квадрат x плюс синус x минус 1 бөлінген синус x минус 1 кіші 0 теңсіздігі берілсін. Осы теңсіздікті интервалдар әдісімен шешу үшін ең бірінші біз не істейміз? Ең бірінші теңсіздік таңбасының оң жағында 0, ал сол жағында тұрған өрнек тригонометриялық өрнектердің көбейтіндісі түрінде болатындай етіп келтіреміз. Бізде қазір теңсіздік таңбасының оң жағында 0 өзі тұр, ал сол жағында көбейтінді түрінде тұрған жоқ. Ендеше алымындағы тұрған тригонометриялық көпмүшелікті көбейткіштерге жіктейміз. Ол үшін қарасақ, 2 синус квадрат x плюс синус x минус 1 квадрат синусқа қатысты квадрат үшмүшеліктер, оны кәдімгідей көбейткішке жіктеп алайық. Ол үшін нөлдерін табу арқылы былай істейік. 2 x синус x квадраттың алдында тұрған 2-ні жаздық. Енді егерде синус x-тің алдында тек қана а тұр десек, 2а квадрат минус плюс а минус 1 болар еді. Онда бұл теңдеудің түбірлері ортаңғы коэффициенті бірінші коэффициент пен соңғы коэффициенттің көбейтіндісіне тең болып тұр. Олай болса, бұл жерде синус x-тің мәні біреуінде минус 1-ге тең болады. Онда мен бүйтіп жазсам болады екен. Синус x плюс 1 деп жазам, минус 1-ге қарама-қарсы. Ал екіншісі минус 1 бөлінген 2 болу керек. Өзі мынерде минус болғандықтан біз синус x минус 2-ден 1 деп жазамыз. Бөлімінде синус x минус 1 болады, кіші 0-ден. Яғни өздеріңіз синус x-ті жаңа айнымалы арқылы енгізіп, квадрат үшмүшелікке келтіріп, сол квадрат үшмүшелікті көбейткіштерге жіктеу әдісіне салсақ, дәл осылай шығады. Енді бөлшектің алымында тұрған өрнекті синус x плюс 1 мен синус x минус 2-ден 1-дің көбейтіндісі түріне келтіріп алдық. Енді келесі жасайтын жұмысымыз осы өрнектің нөлдері мен үзіліс нүктелерін табамыз. Нөлдері дегеніміз бөлшектің алымында тұрған өрнектерді мәні нөлге айналдыратын x-тің мәндері, ал үзіліс нүктесі деген бөлшектің бөлімін нөлге айналдыратын нүктелері. Сонымен бірінші нөлдерін тауып алайық. Нөлдері дейік. Нөлдері ол бөлшектің алымындағы тұрған синус x плюс 1 тең 0 және синус x минус 2-ден 1 тең 0 теңдеу арқылы анықталады. Енді бұл теңдеулердің әрқайсысын шешетін болсақ, мынандай болады. Синус x тең плюс 1-ді теңдіктің екінші жағына минус 1-мен өткіземіз. Ал синус x-тің минус 1-ге тең болатын мәндері минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи n екенін білеміз. Бұндағы nz жинан алынады. nz жинан алынады дейін. Ал енді мына жерде синус x тең минус 2-ден 1 оң жаққа плюс 2-ден 1 болып өтеді. Және бұл жерде x-тің мәні минус 1-дің k дәрежесі, синустың 2-ден 1 болатын мәні пи бөлінген 6 плюс пи k дейміз. Бұл жерде де k z жинынан алынған. Енді біз нөлдерін тауып алдық. Енді үзіліс нүктесін анықтап алайық. Үзіліс нүктесін дейік. Үзіліс нүктесі бөлшектің бөліміндегі синус x минус 1 тең 0 теңдеуінің түбірлері болады. Минус 1-ді оң жаққа плюс 1-мен өткіземіз. Сонда синус x тең 1 болады. Ал синус x-тің 1 болатын мәндері пи бөлінген 2 плюс 2 пи m. Мұндағы m z жинан дейміз. Мына түрде болады. Енді біз осы анықталған берілген теңдеудің нөлдері мен кризистік деп атырмын, үзіліс нүктелерінің барлығын бірлік шеңбер бойында кескіндейміз. Яғни бірлік шеңбер бойында кескіндеу үшін мен бірінші бірлік шеңберді салып қойайын. Мысалы, мына түрде болсын бірлік шеңберіміз. Енді 0-ден 2 пиге дейінгі аралықта
бірлік шеңбер бойында кескіндейміз. Ол үшін біз n-ге, k-ға және m-ге мән беріп отыру арқылы әрбір табылған нөлдерді және үзіліс нүктелерін жазамыз. Бірінші айталық бізде минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи n бойынша біз былай дейік. n айталық 0 болсын. Егер n-нің мәні 0 болса, онда 2 пи n 0 болар еді, минус пи бөлінген 2 болар еді. x-тің мәні минус пи бөлінген 2 болар еді. Ол минус пи бөлінген 2 деген, ол мына нүктеге сәйкес келеді. Минус пи бөлінген 2, минус пи бөлінген 2 деп жазайық. Ал егерде n-нің мәні 1 болса, онда x-тің мәні минус пи бөлінген 2 плюс n-нің орнына 1 қоятын болсақ, 2 пи болар еді. 2 пи. Ортақ бөлімге келтірсек, бөлімі 2, 2-ні 2 пиге көбейтсек 4 пи, 1-ді алсақ 3 пи бөлінген 2 болар еді. Яғни ол 0-ден 2 пиге дейінгі аралықта айналатын болса, 3 пи бөлінген 2 деген минус пи бөлінген 2-ге сәйкес нүктеге келеді. Сонда мына жерге 3 пи бөлінген 2-ні қойсақ болады. 3 пи бөлінген 2 мен минус пи бөлінген 2 бір нүктеге сәйкес келді. Енді екіншісі бізде мына жағдайда минус 1-дің k дәрежесі пи бөлінген 6 плюс пи k дедік. K. Бұндағы k-ның мәні 0 болсын. Онда x-тің мәні неге тең болады екен? Мінекей. K-ның мәні 0 болса, минус 1-дің 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Олай болса, бірінші қосылғыш пи бөлінген 6. Ал пи k ол 0 болып кетеді. Сонда x-тің мәні пи бөлінген 6 болады. Пи бөлінген 6-ның бірлік шеңбердегі орны шамамен мына жерде жатады. Пи бөлінген 6 деп орналастырып қойып, мына жерге. Енді k-ға 1-ді берейік. K-ның мәні 1 болсын. Егер k-ның мәні 1 болса, мына жерде минус пи бөлінген 6 болады. X-тен минус пи бөлінген 6 плюс пи болады. Ортақ бөлімі 6 десек, 6 пиден азайтамыз пиді, сонда 5 пи бөлінген 6 болады екен. 5 пи бөлінген 6 деген, осы пи бөлінген 6-ның екінші ширектегі симметриялы болатын нүктесі. Бұл мына жерде орналасады. 5 пи бөлінген 6. Енді, егерде k-ға 2-ні беретін болсақ, онда мынау минус 1-дің 2 дәрежесі оң сан болар еді, 2 пи k. Пи бөлінген 6-ға 2 пиді қосатын болсақ, қайттан пи бөлінген 6-ның өзіне келеді. Яғни, енді қайталанып кетті. Енді үшінші жағдай деймізді. Үшінші жағдайда бағанағы үзіліс нүктесін, яғни пи бөлінген 2 плюс 2 пи m дегенбіз. 2 пи m. Бұндағы m зетчиннің алынған дедік. Енді m-нің мәні бірінші 0 болсын. Егер m-нің мәні 0 болса, онда үзіліс нүктесі пи бөлінген 2 болады екен. Сол пи бөлінген 2-ні белгілесек, ол мына жерде орналасады. Пи бөлінген 2. Ал енді m-нің мәні 1 болса, онда 2 пи қосылған пи бөлінген 2 деген сөз, ол пи бөлінген 2-ге толық бір айналып қайтып келеді деген сөз. Сонда 5 пи бөлінген 2 ол 2, 4, 5 пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 екеуі бір нүктеге қайтадан келеді. Сонда бізде қандай нүктелер пайда болды? Пи бөлінген 6, пи бөлінген 2, 5 пи бөлінген 6, 3 пи бөлінген 2 және қайтадан пи бөлінген 6-ның өзі. Яғни шеңберді толық айналып шықтық. Осы нүктелер бірлік шеңберді бөліктерге бөлді. Бір бөлік 0-ден пи бөлінген 2-ге дейінгі бөлік. Міне ол. Екінші бөлігі пи бөлінген 2-ден 5 пи бөлінген 6-ға дейінгі бөлік. Үшінші бөлік 5 пи бөлінген 6-тан 3 пи бөлінген 2-ге дейінгі бөлік мына жер. Ал төртінші бөлік 3 пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 6-ға дейінгі аралық. Мына жерлер бізге олар бөліктер емес, біз 0 мен 2 пидің арасы деп жай көрсетіп қойған едік. Енді осы аралықтардан өзіміз қандай да бір бұрышты алып, берілген теңсіздіктегі x айнымалының орнына қою арқылы өрнектің таңбасын анықтап аламыз. Бізге оңайырақ болу үшін соңғы аралықтан 0-ды алайық та қойып көрейік. 0-ды алып қойып көрсек, не болып шығады екен? 0-де орнына қояйық, мына жерге 0-ды қойсақ, синус 0-дің мәні 0. 0-ге 1-ді қоссақ, оң таңбалы сан шығады, плюс 1.
x-тің орнына 0 қойсақ, синус 0-дегі мәні 0. Одан 2-ден 1-ді азайтсақ, минус 2-ден 1, яғни теріс таңбалы сан шығады. Мына жерге 0-ды қойсақ, синус 0-дің мәні 0, одан 1-ді азайтсақ, минус 1. Сонда минус таңбалы сан 2 жерде шықты. Теріс таңбалы санды теріс таңбалы санға бөлсек, оң таңбалы сан шығады. Мына жақта бағана оң таңбалы сан шыққан, сонда нәтижесінде бұл жердегі таңба оң болады екен. Егер біз қарастыратын аралықтағы таңба оң болса, онда оны біз шеңбердің сыртына жазамыз. Мына аралық оң болады деп, яғни мына бөліктегі өрнектің таңбасы оң болады екен. Олай болса, енді бізде ешқандай квадрат немесе 4-ші дәреже деген көріп тұрған жоқпыз. Олай болса, кәдімгі интервалдар әдісімен шешкендегідей кезектеседі. Бірінші аралықта оң болса, онда келесі аралықтағы таңба теріс болады. Одан кейінгі аралықта оң болады, одан кейінгі аралықта теріс болады. Бізге түсінікті болу үшін оң мәндер дегенде шеңбердің сыртқы облысына, ал теріс таңба дегенде шеңбердің ішкі облысына орналастырамыз. Мінекей, сонымен не байқадық? Мына аралықта оң мәндер қабылдайды екен, мінекей, көріп отырмыз. Ал мына аралықта теріс мәндер қабылдайды екен. Одан кейінгі аралықта оң мәндер, одан кейінгі аралықта теріс мәндер қабылдайды екен. Енді бізге керегі теңсіздіктің мәні 0-ден кіші дейді. Ал 0-ден кіші мәндер ол теріс мәндер екенін білеміз. Олай болса, қай жерде теріс минус таңбалы сандар аралық жатыр, оны біз теңсіздіктің шешімі ретінде кескіндейміз. Сонымен минус таңба пи бөлінген 6-тан пи бөлінген 2-ге дейінгі аралықта жатыр екен. Мына жерде жатыр. Және 5 пи бөлінген 6-тан 3 пи бөлінген 2-ге дейінгі аралықта жатыр. Мінекей. Осылай біз теңсіздіктің шешімдер жиынын жазсақ болады. Сонымен жауабы дейік. Қандай аралықтар? Пи бөлінген 6 плюс 2 пи n, пи бөлінген 2 плюс 2 пи n аралығы бірігуі дейміз. Бірігуі 5 пи бөлінген 6 плюс 2 пи k деп қойсақ болады. 3 пи бөлінген 2 плюс 2 пи k дейік. Сонымен n мен k бүтін сандар жиынынан алынған аралық дейміз. Бұны теңсіздікті шешудің интервалдар әдісі дейді.